Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Педагогика оқыту әдістемесі бойынша НКТ-да келіп жатқан сұрақтар. Алдыңғы нұсқаларды көру үшін менің НКТ 2023 дайындық каналыма кіріп, бірінші нұсқадан 9 нұсқаға дейінгі видео сабақтарды көрсеңіз болады. Методика 8 нұсқа, бірінші сұрақ. Мұғалім мен оқушының белгілі бір мақсатқа бағытталған реттелген бірлескен іс-әрекеті, оқушылардың танымдық іс-әрекетін арнайы ұйымдастыру. Дұрыс жауабы оқыту. Екінші, дидактика сөзінің мағынасы. Дұрыс жауабы оқыту, түсіндіру. 3. Ақыл-ой, тілдік, сенсорлық, ерік-жігер, мәдени, гигиеналық болып бөлінетін. Дұрыс жауабы дағдылар. 4. Күйтабақтар, үнтаспа жазылған материалдар. Бұл жерде нұсқаушы сөз күйтабақтар, үнтаспа. Яғни дұрыс варианты дыбыстық көрнекілік. 5. Түсініктілік принципі жүзеге асырудың шарттары. Дұрыс жауабы оңай, белгілі, қарапайымнан, қиын, күрделі, белгісізге көшу. 6. Жаңа және дәстүрлі емес оқыту нысандарын қолдану шартын талап ету принципі. Дұрыс жауабы ынталандыру. 7. Республикадағы білім саясатын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін стратегиялық маңызды құжат. Дұрыс жауабы стандарт. 8. Табиғат заңдылықтары туралы білім беріп, баланың ойлау қабілетін дамытудың негізгі құралы. Бұл жерде табиғат заңдылықтарын деген нұсқаушы сөз бар. Яғни дұрыс варианты ғылыми жаратылыстану пәндері. 9. Баланың жеке ерекшеліктерін, икемділіктерін ескере отырып, білім алуына мүмкіндік беретін оқу жоспарының бөлігі. Дұрыс жауабы вариативті. Вариативті дегеніміз латын тілінен аударғанда ерекшелік деген мағынаны береді. 10. сұрақ. Сөздік әдістердің тобына жататын әдістердің бірі. Дұрыс жауабы түсіндіру. 11. Жеке ұғым, құбылыстарды, құралдар, көрнекі құралдардың жұмыс істеу әдіс тәсілдерін ауызша баяндау. Дұрыс жауабы түсіндіру. 12. Оқушыға мұғалім ережелерді, формулаларды, заңдарды түсіндіріп, меңгерту әдісі. Дұрыс жауабы дедуктивтік. 13. Оқудың тәжірибелік әдістері. Дұрыс жауабы жаттығулар, зертханалық, практикалық. 14. Сабақтың әр бөлігінде мұғалім мен оқушылар бірге жасайтын алуан түрлі жұмыстар. Дұрыс жауабы сабақтың құрылымы. 15. Білімді тексеру сабағының маңызды бөлігі. Дұрыс жауабы жаңа оқу материалын тәжірибеде қолдану. 16. Нәтижеге жеткізетін шаралар жүйесін жасау, оқу тәрбие процесін дұрыс ұйымдастыру. Дұрыс жауабы сабаққа дайындалу. 17. Жекелеп оқытудың жақсы жақтары. Дұрыс жауабы мұғалім оқушының нені білетінін, білмейтінін анықтайды, қатесін уақытында түзетеді, оқушы өзіне ыңғайлы уақытта жұмыс істейді. 18. Әрбір оқу тоқсаны және оқу жылы аяғында өткізілетін оқу материалы жүйеленіп, талдап қорытылатын тексеру. Дұрыс жауабы қорытындыны тексеру. 19. Оқу тәрбие барысын және нәтижелерін талдау. Дұрыс жауабы мектептегі диагностика міндеттерінің бірі. 20. Бірінші сыныптың алғашқы жартысында мүлдем қолданылмайтын тексерудің түрі. Дұрыс жауабы жазбаша тексеру. Құрметті әріптестер, осымен 8 нұсқа аяқталды.
Егер де менің видеосабағым сіздерге пайдалы болатын болса, менің арнама тіркеліп, комментарий, лайк жазып және колокольчик батырмасын басу арқылы келесі видеосабақты бірінші болып көріңіз.